Сәлеметсіздер ме, оқушылар? 10 сынып алгебра жартылы саны математика бағыты бойынша 3-ші тоқсанның ТЖБ тапсырмасы 2-ші нұсқа. Мынадай 5 есеп берілген екен. Ал ендеше бастайық. Бірінші есеп y функциясының графигіне x0 тең 2 нүктесінде жүргізілген жанаманың астында бұрыштық коэффициентін табыңыздар дейді. Ал енді осыны жайлап ретімен табайық. Бұрыштық коэффициент деген сол k деп отырғанымыз осы функциядан туындалып x0 нүктесіндегі мәнін табу. Ол немесе біз тангенс альфаға тең деп те қарастырамыз. Енді осылай істейік. Біз мынау берілген y функциясынан туындалайық. y штрихіміз тең болады. Минус x квадраттың туындысы ол минус 2x болады. Плюс 5x-тан туындалатын болсақ 5-ке тең болады. 8-дің туындысы ол 0-ге тең. Енді осы y штрих 2 нүктесіндегі мәнін табайық. Сол кезде минус 2 көбейтілген 2 қосылған 5. Бұл жерден бізде 1 деген шығар. Бұдан біздің бұрыштық коэффициентіміз 1-ге тең деген сөз. Енді в тапсырмасы OX осымен жасайтын бұрышын табыңыздар дейді. Яғни тангенс альфа жалпы k-ға тең деп алдық, дұрыс па? Осы бойынша енді тангенс альфамыз k бізде 1-ге тең болды. Бұдан альфамыз бізде пи бөлінген 4, яғни 45 градусқа тең деген сөз. Енді с теңдеуін жазыңыздар дейді. Бізде жанаманың теңдеуін жазамыз. Y тең fx0 қосылған f'(x0 x минус x0. Осы біздегі жанаманың теңдеуі. Енді осы жерде бізде белгісізі fx0, яғни fx0-ды табу үшін, яғни 2 нүктесіндегі fx2 деп жазып қойын. Сол кезде бастап функция қоямыз. Минус 2-ның квадраты қосылған 5 көбейтілген 2 қосылған 8. Бұл жерден 18-ден 4 тасайтатын болса, бізде 14 болады. Енді жазайық. Y-іміз тең болады. 14 қосылған k бізде 1-ге тең болды. Сонда x минус 2 деп жазам. Жақшан ашып жазатын болсам, x 14-ден 2-ні азайтсақ, плюс 12-ге тең. Бұл біздегі жанаманың теңдеуін береді. Келесі екінші есеп. Функцияның туындысын табыңыздар дейді. Бізде күрделі болып тұр, функциямыз, яғни түбірдің астында да арккосинус x емес, x-ның орнында 2x минус 1. Енді ол үшін қараңыздар, мен оны жазып қойын. Түбірасты x-тан туындалатын болсақ, ол 1 бөлінген 2 түбірасты x-ға тең. Ал енді арккосинус x-тан туындалсақ, мен x-ін алып жатырмын. Бізде x емес, ол бізде күрделі болып тұр. Арккосинус x-тің туындысы минус 1 бөлінген түбірастында 1 минус x квадратқа тең. Ал енді осы формуланы пайдаланып жазайық, туындыны табайық. Y f от x функциясының туындысы ол тең. Түбірасты x-тан туындалатын болсақ, жаңа формуладағыдай 2 түбірастында x өзі, сонда x минус x квадрат деп жазамыз. Және алымына 6 көбейтілген. Енді түбірдің асты күрделі болғандықтан, түбірдің астынан аламыз x минус x квадраттан туындаламыз. Минус, енді арккосинус x-ның туындысы ол минус 1 бөлінген түбірастында 1 минус x квадрат, x-ның орнында 2x минус 1-дің квадратын жазамыз. Ал енді алымына 1 көбейтілген 2x минус 1-ден туындаламыз. 2x минус 1-ден туындалып жазамыз. Тең, енді осыны есептейік. Бірінші бөлшектен 2 мен 6 қысқарады. Сол кезде түбірастында x минус x квадрат, алымында 3, жақша ішінде туындалып жазайық. X-ның туындысы 1, минус 2x болады x-ның квадраты. Енді бізде 2 минусымыз плюс болады. Бөлшектің бөлімінде 1 минус, жақшан ашайық, 4x квадрат минус 4x қосылған 1. Ал енді алымында 2x-тан туындалсақ ол 2 болады, x-ның туындысы ол 0 болады. Ал енді осы жерде қараңыздар, мына 1 мен 1-іміз қысқарады, жақшан ашатын болсақ, сол кезде мына жерде 2, 4 бізде ортақ көбейткіш ретінде жақшан түбірдің шығарамыз, сол кезде 2 шығады. Түбір астында менде қалады
мына минустарды ашатын болсам жақшаны, сол кезде x-іміздің алды плюс x квадраттың алды минусқа тең болады. Алымында 2 бар. Және мына жерде мен қосуды ұмытып кетіппін. Қараңыздар, түбір астында x минус x квадрат 3 минус 6x бар. Қосылған, мінекей, мынау екінші бөлшегіміз. 2 мен 2 қысқарады. Ал енді бөлшектің бөлімі бірдей болғандықтан x минус x квадраттың біреуін жазамын. Енді алымын есептейік. 3 минус 6x, екінші бөлшектің алымында плюс 1 бар. Сол кезде бізде 4 минус 6x түбір астында x минус x квадрат деп осындай жауапты аламыз. Келесі үшінші есеп. Үшінші есепте бізде есептеңіздер дейді. Енді А тапсырмасында, мен мына жерден бастап жазайын. А тапсырмасында лимит x ұмтылғанда 2-ге бізге берілген функциямыз 3x-дің квадраты қосылған 7x минус 4 бөлімінде 9x квадрат минус 25. Енді осы 2-ның орнына қоямыз мәндерін. X-ның орнына 3 көбейтілген 2-ның квадраты қосылған 7 көбейтілген 2 минус 4 бөлшектің бөлімінде 9 көбейтілген 2-ның квадраты минус 25. Бұдан бізде шығады алымында 22 бөлімінде 11, ол тең болады 2-ге. Енді бұл тапсырмасы лимит x ұмтылғанда шексіздікке бізге берілген функциямыз 2x-дің кубы минус 6x квадрат қосылған 3x минус 9. Бөлшектің бөлімінде x квадрат минус 9 көбейтілген x-іміз бар. Енді x шексіздікке ұмтылған жағдайда біз ең x-дің үлкен дәрежесін жақшаның сыртына шығарамыз, яғни соған бөліп жібереміз. Сол кезде мен x-дің кубын шығарамын. Алымынан да бөлімінен де сонда 2 жақша ішінде минус 6 бөлінген x болады. Қосылған 3 бөлінген x-дің квадраты азайтылған 9 бөлінген x-дің кубы. Бөлшектің бөлімінен де x кубты шығарамыз. Сол кезде 1 минус 9 бөлінген x-дің квадраты қалады. Тең осы жерден қараңыздар, x кубтарымыз қысқарады және санды біз шексізге бөлетін болсақ, ол 0-ге тең болады. Сонда мынаның барлығы бізден 0-ге тең деп аламыз. Сонда 2-ні 1-ге бөлетін болсақ, ол да 2-ге тең деген сөз. Енді С тапсырмасында біздегі лимит x ұмтылғанда шексіздікке 2x-дің кубы минус 6x квадрат қосылған 3x минус 9 бөлшектің бөлімінде x квадрат минус 9. Енді осы жағдайда мен бұлай ақшамдап алсам, x ұмтылғанда шексіздікке x квадрат минус 9 деген бұл x минус 3, x плюс 3-ті береді. Ал енді алымын қараңыздар, 2x квадратымен жақшаның сыртына шығарамын. Сол кезде x минус 3 болады. Қосылған 3-ті шығарамын. Мына жерде x минус 3 болады. Сол кезде тең x минус 3-тарымыз қысқарады. Сол кезде лимит x ұмтылғанда шексіздікке алымында 2x квадрат қосылған 3 бөлімінде x плюс 3. Енді осы жерден вертикаль асимптотасы және көлбеу асимптотасын табайық. Енді вертикаль асимптота деп мұнда жазып қояйын. Ол бізде болады x плюс 3-ті 0-ге теңестіреміз, яғни x-іміз тең минус 3. Осы нүктеде біздің функциямыз вертикаль асимптотаны болады. Енді көлбеу асимптота. Көлбеу асимптотада біз y тең kx қосылған v деген осы теңдеуді табуымыз керек. Ол үшін мен мінекей мына жерде қызылмен көрсетіп қояйын. Біздегі мынау лимиттің астында тұрған функцияны мен бұрыштап бөлейін. Сол кезде қараңыздар, 2x квадрат қосылған 0 көбейтілген x қосылған 3 болады. Себебі x-іміз жоқ қой бізде. Оны x плюс 3-ге бөлетін болсақ, 2x-дан беремін. 2x квадрат қосылған 6x болады. Азайтатын болсақ, минус 6x қосылған 3 болады. Бұл жерде мен минус 6-дан беремін. Сол кезде минус 6x минус 18. Азайтатын болсақ,
6x-тарымыз жойылады. 3-ке 18 қоссақ 21. Енді мен былай жазамын. Y тең 2x минус 3. Енді қалдығымыз бізде плюс 21 қалды. Ол бізде x плюс 3-ке бөлгендегі мінекей. Енді осы жерден біздің көлбеу асимптотамыз ол мінекей. Мынау біздегі көлбеу асимптотаны береді. Түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса каналға жазыңыздар. 4-ші есеп. Px бізде x куб минус 3x квадрат минус 10x қосылған 24 көп мүшесінің түбірлерін көбейткіштерге жіктеу тәсілімен табыңыздар дейді. Енді x куб минус 3x квадрат минус 10x қосылған 24-ті мен 0-ге теңестіремін. Және осы жерден біз мынандай жасайық. X-тің кубы минус 4x-тің бізде квадраты қосылған x квадрат дейміз. Және мына жерде 10-ды минус 4x минус 6x қосылған 24 тең 0 деп жазып алсам. Сол кезде мен x квадрат жақшан сыртына шығарсам x минус 4 болады. Қосылған x-ті шығарам жақшан сыртына, сол кезде x минус 4 болады. Мына жерде минус 6-ны шығарамын, сол кезде x минус 4 тең 0. Осы жерден мен x минус 4 x квадрат екінші жақша қосылған x минус 6 тең 0. Енді осы жерден бізде минус 6 дегеніміз ол минус 2 көбейтілген 3-тің көбейтіндісі деп алсақ, сонда x минус 4 x минус 2 x плюс 3 тең 0. Жеке-жеке 0-ге теңестірсек x 1-іміз 4-ге тең, x 2-іміз 2-ге тең, x 3-іміз минус 3-ге тең деген осындай түбірлерді аламыз. Келесі 5-ші есеп. Pat x функциясы берілген жазайық. X-тің кубы қосылған ax квадрат қосылған 5x қосылған 9. Көп мүшесін x плюс 2 екі мүшесіне бөлгендегі қалдық минус 37 дейді. Енді x плюс 2-іміз 0-ге тең болса, сонда x-іміз тең минус 2-ге деген сөз. Сонда мен p минус 2-дегі мәні ол тең. Мен мына жерде a-ны табу үшін орнына қоямын. X-тің орнына минус 2-ның кубы қосылған a көбейтілген минус 2-ның мына жерде квадраты қосылған 5 көбейтілген минус 2 қосылған 9, ол тең бізде 37-ге. Минус 37-ге деген. Енді осы жерден қарайық, есептейік. Минус 2-ның кубы ол минус 8-ді береді. Қосылған 4a минус 10 қосылған 9 тең минус 37. Енді 4a-мыз тең болады минус 37. Екінші жағынан бізде плюс 9 болып өтеді. Сонда 4a ол тең болады. Минус 37-тен 9-ды азайтатын болсақ, минус 28-ге тең. Сонда a бізде тең болады минус 7-ге. Енді бізден сұрап тұр. Осы көп мүшені x плюс 3 екі мүшесіне бөлгендегі қалдықты табыңыздар дейді. Енді біздің көп мүшені жазайық. X-тің кубы қосылған бізде a минус 7-ге тең болды. Сонда минус 7 x-тің квадраты қосылған 5x қосылған 9. Енді осыны біз x плюс 3-ке бөлейік. X квадраттан береміз. Сол кезде x куб қосылған 3x-тің квадраты. Азайтамыз. Сол кезде бізде минус 10x квадрат болады. Қосылған 5x болады. Енді мен минус 10x-тан берем. Сол кезде минус 10x-тің квадраты қосылы минус 30x болады. Азайтамыз. Сол кезде 10x квадраттарымыз жойылады. Ал мұнда 35x болады. Плюс 9-ды түсіремін. Сол кезде 35x болу үшін мен қосылған 35-тен беремін. 35x қосылған 105. Азайтамыз. Сол кезде бізде шығады минус 96. Яғни біздің қалдығымыз осы минус 96-ға тең екен. Осымен біздің есептеріміз аяқталды.
Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды, видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.